достар, бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай творожный пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант жұмыртқамызды қосып, жақсылап қанты ергенге дейін миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Ситодан өткізе отырып, ұнымызды қосып, миксермен сосын қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа қоямыз. Ыдысымызға творог, қант, ванильді қант, жұмыртқа, қаймақ және крахмалымызды салып, блендермен еземіз. Осындай масса болу қажет. Формамызға қамырымызды бір тегіс етіп жаямыз және ортасын вилкамен тесіп шығамыз. Дайын массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да пештеріңіздің қызуына қарай градусқа қойып піскенін бақылап отырасыз. Менің пешімде шамамен жарты сағатта пісті. Жасалу жолы оңай, құрамына көп ингредиенттерді қажет етпейтін біздің пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.